Трампқа өтініш айттым екен деймін. Әй, Трамп, сен ана Зеленскийге бір ауыз айтшы, 9 майда менің абыройымды төкпесін, мен ана бір күн атпай тұрсыншы. Мен сол кезде паратымды өткізіп алайын. Тоқай-соқай, Моқай, Мырзарып, Пырзайып, Садыр-мадыр дегендерді шақырып алып, сол айналдырған бірнеше күшігім қалды. Қалған күшігімнің бәрін сендер көзін құртып болдыңдар. Сол азғантай стан-пыстан күшіктерімді шақырып, елдің алдында 9 май паратты өткізейін. Анау алдыңғы ғасырдан қалған парат қой, енді менің заманыма келгенде өтпей қалса ұят болады. Сен Зеленскийге бір ауыз айтшы деді ғой. Сол Зеленскийге жаңағы сол 9 майда оқ атпа деп айту үшін Трамп соны мақтады екен деймін. Жақсы жігіт деп мақтайды. Енді кім мақтауды жек көреді мысалы? Кім мақтауды жек көреді? Айлакер жігіт деді мысалы. Сол қысқасыменше Трамп Зеленскийді сол Путиннің талабымен мақтады ғой деймін. Сөздің шыны керек. Ал сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Серікжан аға дейді. Сотталып кеткен Әділетхан Молдаханұлы туралы естідіңіз бе дейді. Әділетхан Молдахан туралы көп білмеймін, бірақ бір жігіт әйтеу Алматыда көлік жүргізген полицей ма киім білер, Әл-Фараби даңғылында жылдамдығын қаншаға жеткізді дейді, 201 деңгейге жеткізіп дейді сағатты жылы. Содан бір адам қаққан ба, өлтірген ба, соны ана жігіт әшкерелеп қоя ма. Сосын адам қаққандар мен адам өлтіргендер босатылып кетіп, оны әшкерелеген Әділетхан отырма, сондай бір ғой деймін. Жалпы мен дұрыс айтып отырмын ба, білмеймін. Дұрыс айтып отырмын ба, Әділетхан деген жігіт сол жігіт па, емес па? Енді ол жігіт бұрын өзі полицей болған дейді, сосын адамдарға заң түсіндіріп жүр дейді. Солай ма, менің сөзім дұрыс па? Егер сол мен Әділетхан туралы, егер менің осы ақпараттарым рас болатын болса, егер бұл бар болған оқиғаны айтып әшкерелегенді үшін түрмеде отырса, онда ол биліктің зұлым екендігінің бір айғағы. Яғни билік кез келген оқиға істеген адамды жазаламай, оқиға болды деп айтқан адамды жазалау дегенің сұмдық қой. Мысалы, біреу келіп бір жерге өрт қойды. Ойбай, ана бәленше келіп түгеншенің үйіне өрт қойды деді. Өрт қойған адамды ұстамайды, соттамайды. Өрт қойды, мен көрдім деген адамды ұстаса, соттаса. Онда мына зұлым билік, оның нағыз зұлым екендігінің дәлелдерін өстіп халыққа көрсетіп отыр міне. Не? Көрдіңіздер ме? Олар қылмыс жасады, жаңа биліктің өкілдері қылмыс жасады. Ол жігіт бар болғаны соның қылмыс екендігін, биліктің өздерінің жазып қойған заңдарына қайшы екендігін ашты. Енді сен неге аштың? Біздің заң бойынша биліктің адамдарын мәңгі бақи жаңағы жазаламаймыз. Сен неге біздің ана жазылмаған заңды білмейсің деп ол жігітті қамап отырса, онда ол зұлымдық. Ол жігіттің қанша уақыттан бері қамауда отырғанын білмеймін, бірақ ол жігіт қамалып бір күн болса да отырса, міне қазірге дейін бәлен күн отырған болса, онда бұл биліктің қаншалықты зұлым екендігін көрсетеді. Ал басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Бір ай болды дейді. Онда обал, ол жігітке обал, билікке лағынет болсын, билікке Алланың жаратушының қарғысы болсын. Ал басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мен түсінбеймін, мен астына кіріп алып, біреу мені боқтап отыр. Мынаның астына. Мен тарс еткізімде боқтады мен. Бітті енді, сен қайтадан сим-карта алып, қайтадан аккаунт тіркейсің, болды. Қайта кел, тағы бір боқтағында, тағы тарс еткізіп боқтаймын. Отырасың сосын. Даусыңыз неғып сылдап шығып тұр дейді. Тісіңіз түсіп қалған ба дейді. Жоқ, тісім орнында, аман сау. Тісім орнында.
Даусым ысылдап шығып тұр ма? Онда мүмкін интернетке бір шабуыл болған шығар. Телефоныңды өшіріп қайта қосып көр. VPN қолданып көр. Енді қазақтар осы байқадыңыздар ма? Қазақстанда мынау интернетті бақылайтын Қытайдың Firewall бағдарламасын бәлен миллиард долларға сатып алды ғой. Сол сатып алғаннан бері Қазақстанда интернеттің берекесі кетті. TikTok қолданбаңыздар. TikTok, телефоныңызда TikTok болса, сіздің бүкіл жеке ақпаратыңызды Қытайда, қазақ билігі де көріп біліп отырады. TikTok қолданбаңыздар. Қазақстан билігі түптің түбінде, биыл ма, келер жылы ма, түптің түбінде сол Ресейдің Max деген бағдарламасын қолданады. WhatsApp'ты жабады, Telegram, Signal, YouTube, Facebook, Instagram бәрін жабады. Сонымен бүкіл сол өздері не Қытай, не Ресей жасап берген бір бағдарламаны табады. Сонымен бір-бірлеріңізге хат жазасыздар. Сонымен бір-бірлеріңізбен сөйлесесіздер, видеоны соған жүктейсіздер. Одан не айтып, не жазып қойғаныңызда бір тұтас сол мемлекет бақылап отырады. Яғни кейінгі есігіңізді түнгі сағат 3-те теуіп отырып ашады. Не болып қалды десе, сіз не ғана бәленбайдың видеосына лайк басып қойдыңыз. Ол лайк басқаннан не болды десе, ол біздің елбасы құдіретті, күшті, ұлы кемеңгер тұлға Тоқаевты жаңа сынап қойды. Соны сен лайк басып қойыпсың, сондықтан сені 7 жылға соттаймыз деп, есігіңді теуіп тұратын болады. Қазақстан күннен күнге кері кетіп, кері шегініп, диктатураға қарай, солтүстік Кореяға қарай кетіп бара жатыр ғой. Қазақстанда сталинизм басталды. Тоқаевизм, сталинизм болып тұр ғой. Он 18 батырдың ісі не болады дейді. 18 батырдың ісі туралы адвокат Шыңғуат Байжанов мырза апелляциялық сотқа жүгінетіндігін айтып пост жариялады. Енді сол апелляциялық сот қашан болады, бүкіл дүние күтіп отыр. Біз ол кісінің апелляциялық сотқа жүгінетіндігін, адвокаттың мына сот үкіміне келіспейтіндігін аударып, міне ақш конгресіне, халықараға жеткізетін жердің бәріне жеткізіп тастадық. Зеленский 9 майда Мәскеуді атама дейді, Джонасан. Джонасан енді көп сұрап кеттің. Зеленский 9 майда атама, атпай ма, оны бір құдай бір Зеленский біледі, мен білмеймін. Ол менімен сөйлеспейді, WhatsApp-ымды білмейді ау деймін. Сен білсең, Серікжанмен бір хабарласшы деп айта салшы. Мысалы, міне мен кешем алдың күні Атажұрттың мына қамауда отырған азаматтардың отбасыларына бір ой тастадым. Не істейміз? Мүмкін сендер Зеленскийге бір хат жазып көресіңдер. Неге? Зеленский Ресейге қаржы беріп, қару беріп отырған Қытай деп қайта-қайта сынайды. Қытайға қарсы Зеленский. Анық біліп отыр Қытайдың оңбаған екендігін. Енді сол Зеленский Қытайдың оңбаған екендігін анық біліп отырғанда, Қытайдың ұзын қолыменен 18 қазақтың сотталып кеткендігін бір жерде болса да бір рет тілге тиек етсе, оның өзіне де плюс, бізге де плюс болады. Сондықтан Зеленскийге хат жазамыз ба, қайтеміз деп бір ақылдасқаным бар. Енді сіздерде, мысалы, сіздерде тыңдап отырған өз тарапыңыздан Украинаның президентінің электрондық поштасын таба аласыздар. Алматы, Астанадағы Украинаның бас елшілігі менен консулдығы бар. Оның реал өмірдегі Бәлен көше, Алматы қаласы не Астана қаласы Түгенбай көше, Түгенбайыншы нөмір деген реал өмірдегі адресінде таба аласыздар. Елшіліктің поштасында таба аласыздар. Украина мемлекетінің жаңағы президент басқармасының да реал өмірдегі және электрондық поштасын таба аласыздар. Сіздердің де хат жазуларыңызға болады. Егер шынайы өздеріңіздің бір азаматтық көмектеріңізді көрсеткілеріңіз келсе. Әрине, қазіргі заманда сіздің оған украинша немесе ағылшынша жазуыңыз міндетті емес. Қай тілді білесіз, сол тілде жаза беріңіз. Неге? Аудармамен аударып оқып алады. Аудармамен аударып оқып алады. Ал қандай сұрақтарыңыз бар?
Қарақат дейді, қан қысымыңыз өрлеп отырған жоқ па дейді. Менің ежелден қан қысымым жоқ. Анау мектеп күнде, бала күнде өлшегеннен 80-120 тұрақты. 80-120. Қан қысым жақсы. Таудың басына шықсам да, ойға етекке түссем де қан қысымым тұрақты. Неғып барлықтарың біреуің алай, біреуің бұлай сұрақ қоясыңдар? Қан қысымыңыз көтеріліп тұрған жоқ па деп. Құдайға шүкір, жақсымын. Ұйқым жақсы, қан қысымым жақсы, денсаулығым жақсы, көңіл күйім жақсы. Биліктің 1000 титушкасы 1000 қанден үріп жатса, күліп отырып шайымды ішіп, әлгілерді ара тұра есіме түссе тыңдап қоямын. Ал 1000 қанден үріп отырса, күліп отырып тыңдайтын көңіл күй сізде бар ма? Сұраңызшы өзіңізден өзіңіз. 1000 қанден үрсе, күліп отырып, мысқылдап отырып, бейшаралар-ай, Құдай сендерді бейшара қылып жаратып қойыпты ғой деп масқаралап отырып әлгілерді тыңдаймын мысалы. Енді қара. Сен келіншегін қомпылдасақ қабағың түсіп қалатын қазақсың. Немесе күйеуіңіз жұмыстан қабақ жабыңқы шаршаңқы келсе уайымдап қалатын әйелсіз. Ал біз Алатау асығынан келмейтін қазақпыз. Құдайға шүкір, мен осы жұмысқа кіріскен кезде кәдімгідей жүрегімде уайым бар болатын. Жала, өмірімде көрмеген жала, өмірімде көрмеген бәле. Осы қазақтар деген енді талап жеді ғой менен. Етімді тұтып жеді. Тіпті өлі мұна текелде тұратын бір ақын ба, бір әйел, мынау WeChat-тың арнайы платформасында бұлай деп жазды ғой. Серікжан Біләшұлы 3 адам өлтіріп, халықаралық іздеуде жүрген халықаралық қылмыскер деген мақала жариялады. Кәдімгідей мақала. Міне. Оны бір атақты диктор жариялады. Сөйтсек ол атақты диктор, ол қаржы пирамидасының атаманы екен. Серікжан Біләшұлы кісі өлтіріп, халықаралық іздеуде жүрді. Мен ол кезде Қазақстандамын. 15-16 жылы қаржы пирамидасына қарсы тұрып, мұна пирамиданың атамандарының күл-талқанын шығарып жатқан кезім. Міне, мен қаржы пирамидасына 2009-2010-нан бастап қарсы тұрдым. Мұна маған қарсы үріп жүргендердің бәрі сол Қытайдың, немесе қазақ билігінің қандендері емес. Оның ішінде сол Серікжанның үгіт насихатынан кейін банкрот болып кеткен қаржы пирамидасының атамандары да бар. жылы августтың 1 күні түсте Сайрагүл әлі сот залынан босамаған кез, бірақ сот бітіп, үкім түстен кейін оқиды деді. Сосын Сайрагүлді соттан сұрап алдық. Сол кезде түсте Жаркент қаласында қонақасы дайындады азаматтар. Сол қонақасыда міне үлкен кісілерден Құлгерім Елемес, Ырысбек Сәрсенбай ағалар болды, тағы басқа кісілер болды. Сол Сайрагүл Сауытбайдың сол соты кезінде сол дастарханды жайған жігіт, мен Серікжан Біләшұлынан кешірім сұрайым деді. Бүгін Ғалым Рақыжан бармай қалған. Ғалым Рақыжан бармай қалған, білесіздер. Ғалым Рақыжанды мына Қыдырәлі Ораз жұмыстан қуады. Кет дейді, ол жұмыстан кетіріп жіберген жеріне мен шақырып алам, істейсің деп. Сөйтсек Қыдырәлі Ораз кім шынайы ұлтшыл, ана оның шайтани иісі біліп қояды екенде, соның бәрін кетірген ғой, ананы жамандап, бұлай жамандап, мынаны бұлай жамандап. Ең соңында өзінің кім екендігі ашылып, арамызда ең соңында биліктің маймылы болып бірден шығады ғой. Қазір мына биліктің депутаты Қазыбек Исаның күшігі болып, қазақ үнін дүріп жүргені сол жаңағы. Ең соңында 2020 жылы 4 Қытай диаспорасы ұйымы бірігіп менің үстімнен арыз жазып, тағда 174-ші баппен сотқа беретін сол, сенбесеңіздер, Шыңғуат Байжановтан сұраңдар. Шыңғуат Байжанов сол кезде менің адвокатым болған тағда, 2020 жылы. Енді сол кезде жаңағы жігіт сұрайды, не болды, неге кешірім сұрайсың десем, ол қаржы пирамидасының атаманы болған екен.
Ал Серікжан күні түні қаржы пирамидасына, финансовый пирамидаға қарсы лекция сөйлейді. Ол 13-ші жылдар, 15-ші жылдар. Содан ана жігіттің енді засы келген ғой, мына қазақты байытатын керемет жолды мына Серікжан деген оңбаған қазақты баюдың жаңа жолын тосып жатыр, мен қазақты байытайын десем. Тіпті өлтіргісі кепті мені. Өлтіргісі кепті әуелі. Ол соған берілген, шынайы берілген бұл байытын жол. Бүкіл қазақ байып кетеміз деп берілген. Ең соңында көз ашылып, бұл финансовый пирамиданың нағыз алаяқтық екендігін, өзіне, досына, ел жұртына сүйкімі кететіндігін, ешкім байымайтындығын, төбеде отырғандар ғана ақша табатындығын, кіргендер үгітші, насихатшы, ең соңында бәрі жаңағы алданып опық жейтіндігін біліп, әгі жерде Сайрагүл Сауытбайдың сол 2018 1 тамыздағы сол жиналысында сол айтты, мен Серікжан Біләшұлынан кешірім сұраймын. Секен тек осы Сайрагүлдің ісінде ғана жаңағы көзге түскен емес, анау бәлен жылдан бері қаржы пирамидасына қарсы үгіт насихат жүргізген ісімен де белгілі. Мен сол кезде бұл жігітті қатты жек көргем тіпті. Кейін ең соңында бұл жігіттің айтқанның бәрі ақиқат екендігіне көзім жетті дейді. Сол 2018 августтың 1-і Сайрагүлдің сотына барған қазақтар осыған куә. Жаңа Ғалым Рақыжан бармай қалып, видео түспей қалды. Енді біреулердің телефонда видео бар болса бар болар, желіде жүрсе жүрген шығар, мен білмеймін. О кезде мен күніне 10-15 лекция сөйлеп жүрген кезім Сайрагүл туралы. Сондықтан қазіргі маған қарсы үріп жүргеннің біразы менен таяқ жегендер ғой. Қаржы пирамидасы, жаға қойсаң, жағыңнан жаға қойсаң, ішіндегі тісіңді емдейді дейтін дәрілерді үгіттейді. Ойбай, өте көп нәрселерді үгіттеді ғой бұлар. Өте көп нәрселерді үгіттеді. Енді бәрін үгіттеді енді. Соның бәріне қарсы тұрдым ғой мен. Пирамидалық жолмен, финансовый пирамидалық жолмен жұмыс жасайтынның бәріне қарсы тұрдым. Қытайдың өтірік дәрілеріне қарсы тұрдым. Қытайдың дәрілерін тұтынбаңдар дедім. Қытайдың жеміс жидегін жемеңдер дедім. Қытайдың іш киімін кимеңдер дедім. Менің енді айтпағаным қалмады ғой. Қазірде мынау Қытайдан келген саудагерлер Қытайдың іш киімін, мына әйелдер әсіресе мына сәнге құмар әйелдерге мына іш киімдерді дәріптеп жатыр екен енді. Ондай киімдерді бір мысал, бір қарны салақтаған бір әйелдің видеосын жіберіп беріпті. Кәдімгідей қарны салақтап кеткен келіншек екен, енді өзіне қарамай жіберіп қойған. Сол ана елге жарнама жасап жатыр. Қазақ әйел, Қытайдан келген қазақ. Әй келіншектер, мұнан алыңдар міне. Міне менің қарнымды көрдіңдер ме? Міне салақтап тұр ғой деп қарнын көрсетеді. Ана Қытайдың таптар бұтына бұт киетін резинке сияқты киімін киіп алғанда анада қарында жоқ, киптіктей қыз болып шыға келді анау. Міне осындай әдем болып шығасыңдар деп жарнамалап жатыр. Енді бүкіл дүние жүзі білет айналайындар. Қытайдың бүкіл азық-түлігінде у бар. Мысалы, мен сіздерге бүгін ба, ертең ба бір видеоны қиып салуым мүмкін. Бірақ мен YouTube-ке сала алмаймын, себебі YouTube-іміз аңдуда қазір. Мен оны Telegram каналға, WhatsApp каналға саламын. Қазір Қытайда бір видео қит болып, ол Тайван медиасына жетіп, Жапон, Корей әлеуметтік желісінде тарап жатыр. Неге? Онда Қытайлар анау ұзыннан ұзақ таудың беткейіндегі жүзім егістік алаңын, кәдімгі жүзім. Әдем жүзімдер өтті. Ана жерде елдер видеоға түсіріп жатыр, барып қалған ел, сол жердегі жастар қазір екінің бір егіздің сыңар видеоға, фотоға түсіріп. Ана жер тұман. Ана тұманның ішінен жүзім көрініп көрінбейді. Ана тұмандарың не бұлтқа ұқсамайды, не тұман, не сейілмейді. Күндіз күн шаңқиып тұр. Камераны бір көрсетсе күн жарқырайды. Бір көрсетсе тұман. Тұманның асты, ода тұман жоқ. Асты кәдімгі тұп-тұнық. Бетінде ана үзім тұратын кісі бойындай жерде жаңағы тұнып тұрған тұман, оның үстіне шығарса, камераны шығарса күн тұр. Ол қандай тұман ана жерде тек 1 метр биіктікте қалқып тұр. Не төмен түспейді, не жоғары кетпейді. Кәдімгі ауаға тарамайды. Сөйтсе, мына түн қараңғысында, Қытайдың жаңағы жүзім егетін фермерлер жұмысшыларды жалдап, ана жүзімге улы химиялық
бүркетін бүрікпей берген ғой. Ана артында аспаптар, насостар тұрады, соны ана қолмен насосмен дырылдайды, кейбіреуінікі автоматты бүйтіп анаған бүркіп шыққан. Сол түн қараңғысында бүркіп кеткен заты ауаға тарамай тұнып, ана жерде ана бір таңғажайып Қытайдың ана тарихи сызбалары бар, туристік таулар бар, ана биік таудың басында тұрсаң, мысалы мен Омей тауына шыққанмын, Сычуанның жаңағы Чыңду қаласының қасында, яғни бір дәу Будданың мүсіні бар тауына шыққанмын. О тауының аты немене еді? Омей тауының бір бөктері ғой деймін.